Екеуміздің арамызда бір нәрсе болды жақында. Жазда Томирис пен бақытқа жетпек болған Зейнекен тыңдармандарынан не жасырып жүргенін білгіңіз келсе, сюжетті соңына дейін қараңыздар. Әзірге әншінің камбэгі жайлы сөз қозғайық. Зейнекен образын ауыстырған, оған қоса халыққа Асылым атты трегін ұсынды. Бұл әнге келетін болсақ, оның жазылғаны ондай көп болған жоқ. Шамамен 2 ай немесе 1 ай жарым болған шығар. Бұл ән ерекше ән, себебі бұл менің алғашқы бұлттар неге мұңды әнім, көбі сүйіп тыңдайтын әндердің бірі. Соның жалғасы ретінде жазылды. Ал 1-2 күнде бұл трекке де бейнеклип шығады. Клиптен таңғалдырады, бұл яғни менің жаңа образдарым. Және де тағы да таңғалдыратын актриса болуы мүмкін, бірақ кім екенін айта алмаймын қазір уақытта. Бірінші бөлімінде Дари Корн түскен ет мүмкін. Бұл жолы да Дари басты рөлді сомдайтын шығар. Бұлттар неге мұңды әнінде айырылысу жайлы болса, бұл жолға ғашықтар қосылмақ. Аталмыш хикаяның Зейнекеннің жеке өміріне қатысы бар ма? Қазір енді барынша өмірімнен алмауға тырысамын әндерді, себебі әндер әсер етеді өмірге. Бір ән жазасың, и сол әнді мысалы ойдан жазу мүмкін да, өміріңе алып кішкене өзгертіп жазу мүмкін, и сол өзгеріс өмірде өзінде болып жатқанын байқайсың да, кейін сосын өкінесің, неге өйтіп жаздың деп. Соған қарағанда Томиристің френдзонасынан әлі шыға алмай жүрген сияқты. Томириспен баяқша барлығы жақсы достарымыз, сөйлесіп тұрамыз. Айтпақшы, Томирис екеумізден де жаңалық болады бұйырса. Зейнекен, бір френдзонадан шыға алмай жатып, екіншісіне кіріп кеткенін қалай болды? Жарайды, өзің білесің ғой. Бастысы жуырда жанкүйерлеріне дайындап жатқан үнтаспан жақсы болсын. Құрметті көрермендер, әзірге Асылымды тыңдап, бағасын беріңіздер.